Негізі, жаңа конституция жобасын талқылағанда ел назарын тіл дауына аудару о бастапқыда ойластырылған жұмысқы жоспар сияқты көрінеді. Негізі бұл жаңа конституцияда біз қоғам болып, ел болып, билік болып, президентке шектен тыс билік өкілеттілігін бермеуді талқылауымыз тиіс еді. Президент қылмыс істесе, оны жауапқа тартатын жүйені орнықтыруымыз қажет еді. Парламент өкілеттілігін арттыруды талқылауымыз қажет еді. Әділ сайлау жүйесімен азаматтардың саяси өмірге еш кедергісіз араласуына жол ашуды талқылауымыз қажет еді. Саяси партияны тіркеу жолын жеңілдетуді қарауымыз шарт еді. Шетелдіктерге бар жеңілдікті жасап бермек, арнайы режимдегі аймақ дегенді егжей-тегжей талқылауымыз шарт еді. Қазіргі кепке қарасақ, орда жұртты тіл мәселесімен шулатып қойып, өздеріне ғана керек баптарды көрсетпей тықпалап отырғандай. Ал өздеріне керек бап ол президентке шектен тыс билік беру. Президентке шектен тыс билік бергеннің салдарын 30 жылда көрдік қой. Құдай берген шексіз қазба байлықтың үстінде отырған халықтың жағдайы оңалмады, жыртығы жамалмады. Билікке жақын азғандай топ қана асып-тасып шалқып өмір сүрді. Ел байлығы оңды-солды тоналды, жемқорлық өршіді, ұлт ұпайы жоғалды. Білімнің сапасы кетті, абырой, ұят, намыс дегеннің не екенін ұмыттық. Халықтың еңсесі түсті. Ақша үшін ұлт пен жерді сататын жағдайға жеттік. Тіл де оңалмады. Оңалса тең деген сөзді қатар деп айтамыз деп отырмас едік. Қысқасы, шексіз билікті алған президент елді ұшпаққа шығармады. Әділдік сұрағанды қамады, шындықты талап еткенді қудалады, күреске шыққанда атып қырып салды, алаңдарды қызыл қанға бояды, жазықсыз елді жылатты. Жаңа конституция дегенде біз конституцияда бас әріппен жазатын сөздерді емес, осы президентке берілетін шексіз билікті ең бірінші кезекте ескеруіміз, талқылауымыз, тосқауыл қойымыз. Бүгінгі қазақ шенелерінің сөзіне қарағанда тең мен қатардың айырмашылығы жер мен көктей сияқты. Әлде олар қазақ тілін білмей ме, жоқ әлде қазақ тілін біз білмейміз бе, немесе олар осылайша қазақ тілді жұртты ақымақ көре ме? 9-шы бап нақтыланып, тең сөзі қатар деп ауыстырылды. Осында орыс тілі мемлекеттік тілмен қатар тұрсын деген пікірлер айтылып жатыр. Онда оның мемлекеттік тілден қандай айырмашылығы бар? Нараб не, наряду деген сөздеріңіз, ол мемлекеттік тіл дегеннің синонимі. Тек алдамшы формасы ғана. Басқа ешқандай айырмашылық жоқ.